Қағанақбас қыл кеңірдек шей борбай. Баяғы өткен заманда Қағанақбас қыл кеңірдек шей борбай үшеуі жолдас болған екен. Бір күні бұлар бір тоқты ұрлап айдалаға апарып сатыпты. Тоқтыны бұтарлап етін қазанға салайын деп жатып, Қағанақбасқа жынын төгіп кел деп қарынды тысқа алып шыққанда, қара шыбын қарынға да Қағанақбастың басына да қаптай үймелепті. Басындағы шыбынды қорып қағамын деп, Қағанақбас қолын қағыс сілтеп өзінің басын ұрып алыпты. Пияладай жұқа төбесі ойылып, шарана шекесі шарт кетіпті. Құмыртқадай жұқа бас жарылып жан беріпті. Қағанақбас қалайша кешікті деп, Шиборбай далаға шыға келсе, өліп жатқан Қағанақбасты көре салып, «Ай, әттеген-ай!» деп екі қолыменен екі санын салып қалғанда, Шидей борбайы шорт етіп, ол да мүрдем кетіпті. Борбайдың даусын естіп, қылкеңірдек сыртқа жүгіріп шығады да, өліп жатқан екі жолдасын көріп, «Ойбай, бауырым-ай!» деп дауыстай бергенде, өзінің қыл кеңірдегі қылғынып, тыныс ала алмай үзіліп кетіпті.